әсіппен бірге бауыр айналдырылған қартаны қазанға салып қайнатудамын. Бауыр айналдырылған қартамен әсіп дайын болды. Достар, менің парақшамнан көптеген дәмді тағамдардың рецепттерін көре аласыздар, және алдағы уақытта да өзімізге ұнайтын тағамдардың жасалу әдістерімен бөлісетін боламын. Сондықтан парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Кез келген адамның фантазиясында шек жоқ, және әркімнің талғамы әртүрлі. Бұл жерде әсіптің сорпасын ерекшелендіру үшін мен оған жалғыз қостым. Өте дәмді, балғын, хош иісті, ерекше сорпа болып шықты. Сондықтан сіздер де көріңіздер. Жеңіл, сіңімді әрі тойымды тағамдардың қатарына жатады. Алла бұйыртса, алда ораза айы, сол айға жасап дайындап көрсеңіздер болады.